Балалар, қазақтың ұлттық ойыны теңге алу ойынын ойнаймыз. Ол үшін бірінші сендерге ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Екі ойыншы екі топқа бөлініп, екі ойыншы екі атқарын неміз да. Мына теңгені ортаға тастаймыз шеңберге. Солны кім бірінші атпен шауып жүріп, кім бірінші алады, сол ойыншы жеңімпаз болады. Түсіндіңдер ма? Иә! Келе ғой, Микаэль, Арсен, мінеміз атқа. Мен мынаны қазір мына жаққа қоямын, тастаймын. Сендер шеңберді айналып жүріп, теңгені аламыз, жарай ма? Ал. Шабыңдар, айналыңдар. Ал балалар, біздің екінші ойынымыз қазақтың ұлттық ойыны қыз қуу. Қыз қуудың шартын сендерге түсіндіріп өтейін. Қыз қууда қызымыз атқа мініп қашады, ұлымыз артынан қуып жету керек, қуып жетіп бетінен сүйу керек. Егер де жете алмаған жағдайда қызымыздың қолындағы қамшысымен ұл баланы сабайды. Ал іңкәр қашамыз, Асылхан қуалайды. Ойынымыз қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс. Бұның сендерге кішігірім шартын түсіндіріп өтейін. Екі топқа бөлінеміз, арқанның екі ұшынан ұстаймыз. Кім мына көк сызықтан асып кетеді, сол топ жеңіледі. Түсіндіңдер ма? Иә. Ұстаңдар, ал. Тартпаңдар әлезі. Ұстаңдар. Ал, бір, дайынсыңдар ма? Иә. Бір, екі, үш.